Барлығымыз кішкентай кезімізде осы лаконканы қатты жақсы көретінбіз. Ендеше бүгін соны үйде жасап, балалық шақтың бал дәмін бірге еске алайық. Видеоны соңына дейін қарап, сіз де жасап көріңіз. Ең бірінші ыдысқа 1 стакан жылы сүтті құямыз. Оның үстіне шай қасықтың жартысымен тұз, одан кейін 2 ас қасық шекер саламыз. Одан кейін шай қасықты толтырып, құрғақ ашытқыны саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, оның үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. 1 жұмыртқаның сарысын лаконканың бетіне жағуға алып қаламыз. Шаншықмен барлығын жақсылап араластырамыз да, оның үстіне ұнды електен өткізіп сала бастаймыз. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп қойсаңыз, мен үшін үлкен көмек болатын еді. Қамыр қойылуына бастағанда бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, оны да езіп, қамырмен бірге араластырамыз. Енді қамырды қолмен мыжғылап, шамамен 5 минуттай осылай илеп аламыз. Нәтижесінде осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр шығады. Оны жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырды бірдей етіп 6 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті домалақ формаға келтіріп, суала жасап аламыз. Ұн сеуіп алып, үлкендігін шелпектен сәл кішірек етіп, қамырымызды жаямыз. Ал қалыңдығы болса, шелпектен қалыңдау болғаны дұрыс. Оның қақ ортасынан бөліп, пешке салатындай ыңғайлы ыдысқа қойып шығамыз. Осы күйінде қамырдың бетін жауып, тағы да жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде қамыр тағы да көтеріліп, жақсы пісіп шығатын болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын толығымен жағып, 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз да 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей лаконканың наны дайын, өте жұмсақ, әдем болып пісіп шықты. Енді тез арада кремін дайындаймыз. Оның жасалуы да өте оңай. Бөлме температурасындағы сары майды 2-3 минут миксерлеп, үстіне сгущенканы аз-аздан қоса отырып, тағы да миксерлейміз. Крем дайын болды. Енді оны лаконканың арасына жағатындай ыңғайлы ыдысқа салып аламыз. Лаконканың нанын пышақпен ортасынан кесіп аламыз да, жаңағы кремімізді жағамыз. Егер сізде кремін жағуға менікіндей формаңыз болмаса, онда жай ғана пышақтың көмегімен жағып шықсаңыз болады. Грек жаңғағын майдалап үгітіп алып, лаконканың жан-жағына осылай жағып шықтым. Мінекей бірінші рет жасағаннан ақ өте әдемі болып шығатын лаконкаларымыз дайын болды. Ал оның дәмін жеп көрсеңіз, тура балалық шаққа оралғандай сезімде боласыз. Өте дәмді болып шықты. Тек қана жасап көру керек. Лаконкаға қажетті қоспалардың толық мөлшерін видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын, сол жерден көріп алсаңыз болады. Рецептім ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіз де жасап көріп, жақындарыңызды бір қуантып қойыңыз. Сіздермен болған Замира.